Сәлем достар, қалайсыздар? Біз ауылға кетіп бара жатырмыз. Бірақта қаладан келеміз. Ау? Бірақта қалаға барып ауылға барамыз. Иә, қазір тәтемізді алып кетуіміз керек. Сол кісіні алып, сосын ауылға кетеміз. Ауылдан бөлісетін болған видеолар. Арнадан алыстамаңыздар. Сәлем достар, сендермен бірге мен Мансұр. Бүгінгі видеода біз деген ауылға барамыз. Бір күнімізді сол жақта өткіземіз. Және де мама. Не бұл? Итті қараңыздар. Бұны да киіндіріп апты. Қызық. Қытайдан табағым келген. Соны алып кетейін деп отыр. Шолай. Мына коробканың ішінде не бар екен? Ой. Машина келіп қалмасын артымыздан. О, очки бар екен. Құдай, анау кішкентай ғой. Мынау кішкентай ғой маған. Маған бері сал. Маған бері сал, ұдардық болсын. Ұдардық емес, ұдардық бол. Анайға бері сал. Ал енді мына жақта не бар екен? Не бар екен? Сырға! Алтын сырға. Жоқ, алтын не сол, бижутерия. Не, алтынға ұқсайды, ә? Короче, мынадай сырға. Алтынға ұқсайтын сырға ма? Аман. Аха. Мені ұстап білейінші? Алтын түстес. Мені ұстап білейінші? Алтын түстес сырға. Әкет. Ана жері жеп екен. Аха. Мына не екен? Орек не екен? Мына жерде. Андай нелер. Фломастер. Фломастер емес. Бұл анау ерін бояйтын ғой. Фломастер оқыл. Қазір очкиімізді киіп алып, осы кішкентай очкимен ауылға кетеміз. Ожидание реальность. Вообще мен вообще басқа очки Мам көрейінші? таңдағам. Кішкене побольше болады ма деп ойлағам. Дәт киіп осыны. Мам көрейінші? Қазір Мансұрды көрейік қалай киеді екен. На, келмеңіз. Әлі? Сенің мұрның қайда? Мұне тұрғалы? Мә, бот болып тұрым ғой. Не болып тұрсың? Бот. Бот? Мама. Оны ғой дәмді ғой. Аман есен ауылға жеттік. Менің өскен ауылым. Мына итті шаршамайды екен. Келдік. Біз келдік ауылға. Мансұр не істеп отырсың? Не тығып отырмын? Не тығып отырсың? Көрсетпеймін. Көрсетші. А? Ақша тығып отыр. Кәне, қанша ақшам бар? 13 мың. Кетші. Алаймыз. 13 мың теңге бар Мансұрда. Ол сенікі емес шығар бары? Иә, Мадияға бөліп беремін. Мадия барған елге. Так, Ғашыларың берген мен. 2 мың. Мына 5 мың теңге кімдікі? 3 мың. 8 мың. Кімдікі қайсы? 5
бес мың теңге. Маған ананың малитканы менікі. Да, ты что? Анау. Так, сана емес. Бүкіл 13 мың. Да? Мазырбай ғой. Анау маған. Не тығып отырып десем, өзі жалғыз отыр сөйтсем. Ақшасын санап отыр екен. Маған 6 мың. Оларға 7 мың. Неге 7 мың? 7 мың. Жарайды. Короче, біз қазір не істейміз? Пицца істейміз, иә? Пицца Говяжий. колбаски. Говяжий сервелат мына жерде. Мен ауылға келмей тұрып Ауылда айтқам. моцареллаға дейін бар ғой үйде. Ал мен ауылға бармай тұрып айтқам. Иә. Бірақ та Мансұр пицца жақсы көрмейді. Сен деп ол Сервелат говяжий. сервелат. Сервелат говяжий. Қазір пицца істейміз енді. Тестосын уже істеп қойдым. Можно қоямыз? Енді білмеймін, қазір помидор салу керек шығар. Сар бізде мама пицца пісіріп жатыр. Ал енді жасадық. Мұнда бізде колбаса. И мама тесто. Тестон жартысын алдық. Так, енді мына жерге майонез. 3 желания. Ой, 3 желанияны айтамыз. иә, мен ана 3 желания ол деген подписаться, лайк, комментария. приправаларын алған жоқпын. Кетчуп, майонез. Енді қалай. Вроде бы нормально шығатын сияқты. Нормально шығады. Мен всегда ауылға келгенде осылай пицца, сондай тәттілер, сондай пісіріп беруге стараюсь. Мама, анандай суши, пицца заказ береді ғой. Магазинный пицца ма, андай не? Иә. Пиццериядағы ондай істей алмаймын ғой мен. Менде только домашний ғана болады. Достар, біз деген салайын деп жатыр. Сырды мен қосайын деп жатырмын. Мен шоколад қосайын. Иә. Гигантты. Ой, наоборот, мына жағынан. Ага. Қолыңды байқаш, қолыңды. Мына жерден ұстау керек. Байқа. Ақырын. Енді нам жартын кесе салып. Қиын ба не? Жоқ, қиын емес. Енді. Вообще қиын емес. Бізде мынау мынадай пеш бар. Бұл батареясыз. Бұл қыстыгүні көп жағылмайды. Күзге қартай жағылады. Күз уақытында. Қыста осылай. Посудалар тұрады осылай. Мына жерге үш жуатын посуда. Оның ішін кішкене тазалап қойыпты. Че там, болды ма? Қане ашып көрсетші. Жоқ әлі жетпейді. Көбірек болу керек. Бұл моцарелла сыры күшті болып ериді. Бізде бұндай көбі бар. Үйде. Ал мен целыйын уже бітіріп тастадым. Все уже толды, я, Мансұр? Почти. Бір пиццаға жетеді бізге. Бір пиццаға емес? Молынан болады. 3 пицца Жоқ, жасаймыз. бұл бір пиццаға. Даже жартысы жетеді бір пиццаға. Бітіріп тастайын ба? Иә. Бітіріп тастайын. Күзе сал. Сырын көбірек төгіп саламыз қазір. Чтобы сочный болсын. Сағат неше қазір? Сағат 4:30. Раз 5-тің шайына күшті пицца жейміз. Ыстық па? Как магазинный болды, Мансұр, қарашы. Ыстық па? Иә. Онда қалай қолын тигізіп жатсың? Тигізген жоқпын мен. Опа, все. Неге пісірген деп жатсың? Неге пісірген деп жатсың пісті ғой? Мама 4 пицца пісіремін дейді. Иә. Интересно. Дәл осындай пісіремін дейді. Уже пісті, шай ішеміз қазір. Пиццамен, иә? Иә. Дәмді. Вау.
Ағы ошынша. Алғашқы. Біз уже ұйықтайық деп жатырмыз. Сағат неше болды? 12. Қой. Мансұр бізде пылесостан деп жатыр. Біз тұрдық, бір күніміз өтті. Алла біз уже Кеше біз пиццадан басқа тағы да жұмыстар істедік. Тамақ пісірдік, одан кейін. Бірақ та оның бәрін түсірмедік біз. Мансұр қазір пылес ұстайды. Қайда шамдар бар. Боран болайын деп тұр. Қазір машинаны сосын шығу керек. Қала бұрқасын болып тұр. Енді келдік қалаға. Алдымызға байқаттыр. Байқаттыр алдымызда. Артымызда Мансұр тұр. Бала сақын, әкеп. Әкеп шымыз. Қастыры ма? Миньонын алып кетті.